Сәлем достар, бүгін сіздермен қуырма түшпәраның рецебімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, қытырлақ және оңай жасалады. Ең алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп аламыз және жылы су құямыз. Келесі жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қопсытқыш және жарты шай қасық ашытқы, бір жұмыртқа саламыз. Және еріген суытылған сары майды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін ауа өтпейтіндей пакетпен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамыр ашығанша салмасын дайындаймыз. Мен салмасын пияз бен картопты қуырып жасаймын. Сіздер қайнатып жасасаңыздар да болады. Пиязды қуырып алдым, енді картопты салып қуырамын. Бір пиала су құйып, тұз салып, бұқтырып пісіріп аламыз. Қамыр 1 сағаттай тұрып, көтеріліп ашыды. Енді жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қамырды жайып болдық. Енді көріп тұрғандарыңыздай осылай бірін үстіне бірін қойып, қамырды кесіп аламыз. Қамырды кесіп дайындап болдық. Енді бетін кеуіп қалмау үшін міндетті түрде шашықпен жауып қою қажет. Енді қуырма түшпәраны бүгуге кірісеміз. Екі жағын қуырған кезде ашылып кетпейтіндей қатты жабыстырып бүгу қажет. Енді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қытырлақ, өте дәмді болды. Сіздер де дәл осы рецеппен жасап көріңіздер. Мінекей қуырма түшпәраларымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.